негізгі омыртқалардың құрылысының тағы да бір бөлімі ол өсінділер болып табылады. Жалпы негізгі омыртқаларда біз 7 өсінді болатын болады. Яғни 1 қылқанды өсінді, 2 көлденең өсінді және 4 буындық өсінді. Яғни жоғарғы буындық өсінді 2, төменгі буындық өсінді 2. Жалпы осылай бізде 7 өсінді шығатын болады. Латынша атаулары сіздерде жазылып тұр. Енді оларды жақындатып мына жерде сіздерге көрсетіп шығайын суреттен. Мінекей, процессус спиносус немесе қылқанды өсінді латыншасы көрініп тұр. Яғни ол біреу-ақ болады өзі жалғыз. Және де бізде процессус трансверсус көлденең өсіндісі. Процесс трансверс көлденең өсіндісі. Бұл процесс трансверс немесе көлденең өсінді екеуі болатын болады. Міне біріншісі, міне екіншісі. Және де бізде жоғарғы және де төменгі буынды өсінділері процесс артикулярис супериор және процесс артикулярис инфериор. Мінекей ол процесс артикулярис супериор және процесс артикулярис инфериор. Мына жерде екіншісі көрінбей қалыпты, но 4 штук көлемінде болатын болады. Осыны ұмытпайық. Яғни бұл өсінділердің маңызы қандай деген сұрақ туындауы мүмкін.